үкім оқу барысында 63-ші бап, 62-ші бабының 3-ші бөлігі 3-ші тармағындағы бір жайтты оқып кетті. Осы орайда ол жерде Тоғызбаевтың несін араластыруын қажет жоқ. Сол жерде естідік қой жалпы. Естіген жеріміз сол. Құрметті қазақ елі, тағы да біз қазір эфирімізді жалғастырамыз. Бұл басқа тақырыпта. Бүгін айтып кететін мәселелер көптігінен бүгін айтуға бел буып отырмыз. Қылмыстық кодекстің 62-ші бабы 3-ші бөлігі және 3-ші тармағы бойынша сөз қозғайтын боламыз. Бұны халық білу керек, мына үкімет басшыларына айтуымыз керек болып тұрған жай. Жаңа біз шығарып едік қой, заңдар қайда? Мен мына халыққа бүйтіп қағазбен көрсетуге дайындап болған едім. Бұл жерде жоқ. Қазір бір минут қазір табамыз. Ол менің хатым. Бетіндегі ресми фактордың хаты не тұрады? Ой, не тұрады. Құрметті қазақ елі, тағы да біз мәселек бастаймыз. Мына жерде мынандай бір мәселе болып жатыр. Мен өзімнің Facebook әлеуметтік желі парақшамда жаздым. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 62-ші бабы 3-ші бөлігі 3-ші тармағы және 68-ші бапта былай жазылады. Баптың атауы, то есть бапта жаза мерзімдерін есептеу және жазаны есепке алу бабы бойынша 3-ші бөлігінің 3-ші тармағында былай жазылған. Қауіпсіздігі барынша төмен мекемеде жазаны өтеудің 2 күні үшін 1 күн есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылады дейді. Ал енді талқылаңыздар. Бұл не деген сөз? Мен оқыдым. Не деген сөз? Жазаны өтеудің 2 күні үшін 1 күн есебімен деген сөз қалай түсінесіздер? Жалпы менің ойымша 2 күн жатқаны 1 күнге есептеледі. Енді бұл уақытша ұстау изоляторында жатқан азаматтар түрмеге кеткенше немесе сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары аяқталғанға дейін бұл жерде ол уақытша ұстау изоляторында жатады деген сол жердегі нәрсе ғой. Енді құрметті қазақ елі, осы мәселеге назар аударыңыздар. 62-ші бап қылмыстық кодексте былай 2 күн түрмеде, жаңа СИЗОда жатса, 2 күн 1 күн болады деген мағына деп түсіндім. Мен де солай түсіндім. Халық қалай түсінеді, мен білмеймін. Мен парақшама жазып, сол заңды скриндеп салдым. Жарияладым өз парақшамда. Бұл жерде қылмыстық кодекстің 3-ші бөлігі 3-ші тармағында 2 күн түрмеде жатсаң, 1 күн есептелінеді деген мағынада келіп тұр менің түсінігім бойынша. Алайда бұл біздің естіп, көріп, біліп, амалдарда қолданылып жатқан нәрсе. Егер сіз СИЗОда 1 күн жатсаңыз, 2 күнге саналады деген сөз. Оны бәрі солай жазып жатыр әлеуметтік желіде. Пікірлерін бөлісіп жатыр да. Енді орыс тілінде қарап жатырмыз бұл бапты. Статья 62. Исчисление сроков наказания и зачет наказания деген нәрсе. Соның 3-ші бөлігі 3-ші тармағында 2 дня отбывания наказания в учреждении минимальной безопасности дейді. 2 дня отбывания. 1 күн деген сөз жоқ бұл жерде орыс тілінде. 2 дня отбывания наказания в учреждении минимальной безопасности. Ну, қалай түсіндіңіздер? Жалпы сардар өзім түсіндіру. Менің түсінгенім бұл жерде 2 күн есептелінеді деді. Не? 1000 күнің 2 күн есептелінеді ма? 15 минутың 2 күн есептелінеді ма? Арғырай жоқ. Мен түсінбедім. Нүктеде өткен нүкте қойып қойған болды. Келесі тармаққа өтіп кетеді. Сондықтан мен қазір біріншіден менің түсінгенім, біріншіден мына парламентте, сенатта отырған депутаттарымызға заң шығаратын, сосын мына үкімет басшылары осы мәселеге назар аударса екен деймін. Мына заң шығаратын кезде бәлкім сіздердің ойларыңызда дұрыс болып жатқан шығар.
бірақ мына қарапайым халық интернетті ашып қылмыстық кодекс, қылмыстық процессуалдық кодекстерін, азаматтық кодекс бәрін ашып, халық оқып түсіне алатын деңгейде жазуларыңызды сұранатын едім, талап ететін едім. Себебі бұл жерде біз қарапайым халық оны түсінбей жатырмыз. Енді орыс тілінде 2 дня отбывания наказания в учреждении минимальной безопасности деген нәрсе қазақ тілінде былай жазылады. Қауіпсіздігі барынша төмен мекемеде жазаны өтеудің 2 күні үшін 1 күн есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылады деген сөз. Менің ойымша жер мен көктей айырмашылығы бар. Жаңа айтып кетті, жаңағы судья Тоғызбаевтың үкім оқыған кезде осы 2 күні үшін 1 күн есептелінеді деген кезде біз түсінбедік, сонда не түрмеде немесе СИЗОда 2 күн жасаған 1 күн есептелінеді. Мысалға 2,5 жыл срок берсе 5 жыл бола ма? Онда 5 жылды неғып айта салмайды, бұл что за маневр деген жалпақ тілмен сондай түсінікпен біз соны іліп алып, сонымен үйге келіп, шынымен бекен деп жаңағы компьютерді іздеп, әділет сайттарында жаңағы мәселелерді қарасақ, бұл жерде орыс тілі мен қазақ тілінде екеуінің айырмашылығы бар екенін байқап, мұны халыққа біз айтып отырмыз. Сондықтан, құрметті қазақ елі, біліңіздер, заңдарда да кейбір түсінбейтін тұстары бар екенін байқауымыз керек, және біз белсенділік танытып, осыны үкімет басшыларына, прокуратураға, прокуратурадан бөлек мына заң шығаратын парламент мәжілісінің депутаттарына, сенаторларға, сенат депутаттарына, үкімет басшысымен Ақордаға жеткізуіміз керек. Себебі, егер, например, басқаша заң болса, қате жазылса, егер ол орындалмай басқа нәрсе орындалса, судьялар үкімінде, шешімінде сол нәрсені оқиды да, бірақ басқа нәрсе орындалады. Бұл қандай әділдік? Бұл қандай мемлекет? Қандай мемлекеттің заңы, құрметті қазақ елі? Айтыңыздаршы. Жалпы қазақ тілінде басқа мағына, орыс тілінде басқа мағына берсе, бәлкім бір заңның бір тармағының бір бөлігінде демек барлығы осылай жетіп жатыр. Енді сондай болып тұр ғой. Бәлкім менің сауатым жоқ шығар, бірақ мына сауатты барлар қарасыншы, оқыңыздаршы, қараңыздаршы. Әділет сайтында Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 68 бабының 3 бөлігі 3 тармағына назар аударуларыңызды сұранамын. Орысша және қазақша. Қазақша мен орысшасының екеуінің айырмашылығы жер мен көктей деп мен солай түсініп отырмын. Сіздер қалай қарайсыздар және ол не мағынада жазылған, бұл мәселеге қарап өздеріңіз ой пікірлеріңізді жазуларыңызды сұранамыз. Содан кейін мына парламент депутаттарына, сенаторларға, үкімет басшыларына осы заңды қайсысы дұрыс? Егер қазақ тілінде дұрыс жазылған болса, орыс тілінде де до конца жазылмаған мен түсінігім бойынша да, өйткені қараңыз. Үшінші несінде 2 дня отбывания наказания в учреждении минимальной безопасности деген болып нүкте қойып қойған. Ары қарай өзің ойлап тауып ал деген сөз. Қанша күнде жатады? Иә, 1000 күн жатсаң 1 күн бола ма, 15 минут жатсаң 2 күн бола ма, оны нақтылап көрсетпеген деп түсініп отырмыз, себебі біз оны түсінбей жатырмыз. Дәл осы 3 бөлігінде қазақ тіліндегі заң бір сайтта тұрған, әділет сайтында қауіпсіздігі барынша төмен мекемеде жазаны өтеудің 2 күні үшін 1 күн есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылады дейді. Ал енді түсініп алыңыздар осыны. Міне осы мәселені мен айтатын едім, үкімет басшыларға мына заңды шығарған кезде кішкене халық түсінетін тілмен жазуларыңызды өтініп сұраймыз. Айтарымыз осы, қайырлы түн тілеймін баршаңызға, түнгі түсірілімде қайта қауышқанша. Сау болыңыздар, қайта қауышқанша.